Баршаңызға сәлем, мен Әсем Жәбішева. Сіздермен тілгеспек жоқ бағдарламасы Қазақстанға тәуелсіз көзқарас. Бүгін елдегі ең маңызды бір тақырыпты қозғағым келіп отыр. Ол Ауғанстан немесе жанармайдың бағасы емес. Біздің болашағымызға, Қазақстанның болашағынан тікелей қатысы бар бір тақырып. Қуат Ахметов және тіл майданы жағдайы орын алғалы бері қазақ тілінің мәртебесі туралы әңгімелер одан сайын күшейе бастады. Бірақ қазақ тілінің дамуы туралы бос сөзді көпіртпей, ең басты көрсеткіш туралы сөйлесейік. Ол мемлекеттік тілде кітап шығару. Кітап оқу мен сауаттылықтың маңызын айтпасам да белгілі. Елдің дамуы, шын мәнінде өркениетті елдер қатарына кіруі тікелей осыған байланысты. 3 жыл бұрынғы статистика Қазақстан мектептеріндегі білім сапасының төмен екендігін көрсетті. Одан бөлек тәуелсіздік алғаннан кейінгі 2 жылда 93-ке дейін кітап басып шығарудың алтын кезеңі болса, одан кейінгі жылдары бұл көрсеткіш төмендей берген. Бүгінгі шығарылымда осы тақырыптар төңірегінде сөйлесіп, Харри Поттерді қазақша сөйлеткен баспа үйінің негізін қалаушысының Қазақстандағы баспа ісі туралы ойын білеміз. Шығарылым соңында сіздерге арналған бір сыйымыз да бар. Бастамас бұрын осы шығарылымды қолдаған достарымыз туралы бір-екі ауыз сөз айта кетейін. Өздеріңіз білетіндей, қазір Қазақстан бойынша да шетелге де ұшудың бағасы қымбат. Бірақ төмен бағамен билет сататын әуе компанияларды біліп, алдын ала алып отырсаңыз, ұшу бағасы пойыздың бағасымен бірдей болады. Мысалға, мен нағашыларыма Шымкентке 8.000 теңгеге ұшып бара алатын болдым. Ол билеттерді қайдан іздеуге болады? Қалай табуға болады? Қазақстанның өзінде 15-ке жуық әуе компаниясы бар. Сол үшін арзан әуе билеттерін сатып алуға көмектесетін Aviasales.kz сайтын қолдануды ұсынғым келіп отыр. Бұл сайт билеттердің бағасын салыстырып, ең арзанын табуға көмектеседі. Сайтты қолдану тегін. Мысалға, Алматы-Шымкент деп теріп, бірден қай күндері арзан бағалар бар екендігін білуге болады. Өте ыңғайлы. Қазақ тіліндегі контент пен арзан бағаларды қолдап жүрген Aviasales.kz-ке алғысымызды айтып, неге елімізде тілдің халы нашар екендігі туралы сарапшылардың айтқанын тыңдайық. Дүкен сөрелерінде қазақша кітаптар аз, тапсаңыз да бағасы қымбатырақ болып, көңіліңіз құлазуы мүмкін. Мемлекеттің тілге қатысты саясаты да түсінікті болды. Мұны бірер күн бұрын ғана Қазақстан президентінің әкімшілігі жетекшісінің бірінші орынбасары, бұрынғы ақпарат министрі Дәурен Абаев дүкендер мен мемлекеттік мекемелерде қазақ тілі деңгейін тексеріп жүргендердің әрекетін жабайы ұлтшылдық деп атап шекелеп берді. Ол открытый диалог бағдарламасында былай деген екен. На фоне некоторых публикаций в интернете российские депутаты возмутились положением дел с русским языком в Казахстане. Как вы можете это прокомментировать? Вне всяких сомнений, такие прецеденты недопустимы и возмутительны. И поэтому правоохранительные органы дадут справедливую правовую оценку. Не потому, что российские депутаты возмутились, а потому что в нашей стране, в принципе, подобные вещи жестко пресекаются, вне зависимости от того, кто подвергся дискриминации и по какому поводу – казахи, русские или представители других этносов. Более того, вы знаете, подавляющее большинство наших граждан осуждает такие проявления пещерного национализма. Азаматтарымыздың басым бөлігі жабайы ұлтшылдықтың мұндай көріністерін сынайды. Өкініштісі, мұндай оқиғалар бүкіл әлемде болып тұрады. Бірақ мұндай дүниелерді мемлекет қолдайды, немесе үрдіске айналады деуге болмайды деген. Оның үңгірдегі ұлтшылдық, немесе жабайы ұлтшылдық деп отырғаны, бұған дейін тіл майданы онлайн партиясы YouTube арнасында жарияланған Қазақстандағы ұлтшылдардың видеосы. Олар дүкендер мен мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің қазақ тілін қаншалықты білетіндігін тексерген. Мұндай рейдтер Астана, Алматы, Павлодар, Орал және басқа да қалаларда жүргізілген. Енді Абаевтың сөзінше, халықтың шамамен 90% орыс тілін біледі екен. Саясаттанушы журналист Мұхтар Сеңгірбай бұл туралы былай дейді. Артық сөз, эмоцияны былай қойсақ, азаматтар Конституцияның орындалуын бақылау мақсатында өз бетімен бастама көтеріп, мемлекеттік тілдің мәртебесін сауатты түрде қорғап жүр. Қазақ тілінде сөйлейтіндердің құқықтарын қорғауға атсалысып жүр. Абаев мырза мұны үңгір ұлтшылдығы деп ашық айтты. Аңдамай сөйлеген жоқ, кәдімгі арнайы хабарда шегелеп тұрып айтты. Енді мың жерде мақтаса да, жақтаса да, пропаганда машинасын қосса да еш пайда жоқ. Мемлекеттік тілге қатысты саясаты осы деген сөз. Журналист Белла Орынбетова былай дейді.
Өзге ұлт өкілімен арада жанжал туындай қалса, неге бізде заңмен емес, жігіттерді жинап шешуге әуес? Біздікілер қылмыс жасаған адамды білесе, сотқа жүгінгенше әлеуметтік желіде тұталақайын шығаруға әуес? Неге 30 жыл бойы сорлы халі өзгермеген қазақ тілінің қолданысы үшін жеке азаматтар күресе бастайды? Себебі мұның бәрін реттейтін механизмдер жұмыс істемейді. Заңның бәріне бірдей екеніне, билік органдарының жұмыс істейтініне, әділет салтанат құратынына сенім жоқ. Сондықтан да үңгірдегі адамдар өз халінше әрекет қыла бастайды. Сосын халықтың көпшілігі бұлай ойлайды деуден бұрын, олардың пікіріне құлақ салған жөн болар. Қазақ тілінің мемлекеттік тіл болуын қалайтындар әлде қашан көпшілік болған дейді. Қазақстандық Step World баспа үйінің бас редакторы Назгүл Қожабек жабайы ұлтшыл болмаудың бір тәсілі ретінде қазақша кітап сатып алуға шақырады екен. Баспагерлердің айналымын арттырып, көбірек кітап шығаруға мүмкіндік жасаңыздар. Ол меломан дүкендеріндегі Ресей баспаларынан шыққан кітаптар қазақша кітаптардан көп болып тұрғанда үңгірден шықтық дей алмаймыз дейді. Шағын бизнес мың жерден қазақша сөйлеп кетсе де, шешуші роль контенттің үлес салмағында. Адам кітап оқуды доғарған сәттен бастап, ойлауды да доғарады. Қазіргі заманда кітап оқу және ақпаратты түсініп оқу өте маңызды. Мұның бәрі не нәрсеге байланысты? Ең біріншісі, мектептегі жағдайды, ондағы сауаттылықтың қандай деңгейде екендігін талқылайық. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының мектептегі білім сапасы жайлы 18-ші жылға арналған PISA-ның соңғы рейтингінде Қазақстан төмен көрсеткіш көрсеткен. Тізімнің алғы шебіндегі 50 қатар елдің ішінде Қазақстан жоқ. Азаттыққа пікір айтқан сарапшылар реформалардан көз ашпаған білім саласы бір жүйеге келмей, PISA есебіндегі жағдай жақсармайды деп санайды. Ал білім министрлігі 21-ші жылға қарай Қазақстан нәтижесі жоғарылау тиіс деп топшылаған. Республикалық зияткер ұстаз қоғамдық бірлестігінің төрағасы Өмір Шыныбекұлы Азаттыққа берген сұхбатында былай дейді: 12-ші жылдан бастап мұғалімдерді Кембридж технологиясы бойынша деңгейлік курстардан өткізді. Көп қаржы кетті. 16-ші жыл осы Кембридж жүйесін ысырып тастады да мектепте 3 тілде сабақ беру жүйесін енгізді. Мұғалімдерді ағылшынша курстарға жібере бастайды. Кейін оны қойып, жаңартылған бағдарлама деген шықты. Қазір мұғалім білгенін ұмытып қалды. Оның үстіне мұғалімдерді тексеретін біліктілік тесті дегенді шығарды. Ұстаздардың миы ашып кетті. Қазір мектепте мұғалімдер жалақы үшін жүр. Көбі амал табылса мектептен кеткісі келеді. Рейтингідегі жағдай жақсару үшін білім саласына нақты бір жүйе керек. Қазір елдегі жай мектептерге Назарбаев зияткерлік мектебінің бағдарламасын күштеп енгізіп жатыр. Бірақ жай мектеп пен Назарбаев мектебінің қаржыландыруы базасы жер мен көктей. Мәжіліс депутаты Ирина Смирнова Время басылымына берген сұхбатында Назарбаев мектебіндегі бір балаға айына 200 мың теңге. Ал жай мектептегі оқушыға 17 мың теңге ақ бөлінетінін айтқан. Қаржы мен база тең болмай, орта мектептер Назарбаев мектебінің бағдарламасын алып кете қалуы қиын. Мектептегі жағдай осы. 3 жыл бұрынғы нәтиже кей проблемалардың барын көрсетті. Енді тікелей кітап индустриясы қалай дамып жатыр? Соған көшсек. Кітап басу ісі ең бірінші автордың бар жоғына және мемлекеттің бұл нәрсеге ықпалына байланысты. Еліміздегі немен айналысатыны түсініксіз ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшесі саясаткер Мұрат Шыбутов бұл жөнінде былай пікір білдірген. Еліміз оқуға тұрарлық авторларды жариялауға қойды. Олар шетелдік платформаларға кетіп жатыр. Қазақстандықтар күннен күнге жақсы кітаптарды аз оқуда. Сауаттылық деңгейі түсіп кетті. Кітап баспасы саласындағы құлдырау туралы сарапшылардың айтып жүргеніне бірнеше жылдан асты. Қазір жағдай бұдан да қатты белең алып келе жатыр. Біз өзіміздің кітап өндірісіміз жайлы ештеңе білмейміз. Елімізде қанша автор бар екендігінде хабарымыз жоқ. Жанат Сейдуманов 16-ші жылы ұлттық кітап палатасы директорының орнын босатқаннан кейін келесі басшылары сайттан бүкіл статистиканы алып тастады. Ең соңғы қолда бар мәліметтер 16-ші жылғы ТМД елдерінің баспасөзі. Ал отандық цифрлар 15-ші жылғы жинақпен аяқталады екен. Бұларды сатып алудың өзі мүмкін емес. Бұл мәселемен ешкім бас қатырып, айналысып жатқанда жоқ. Ал енді статистикаға көшелік. Қазақстан Республикасының баспасөзінің статистикасы бойынша
1899 жылдан 15 жылға дейін кітап палатасынан өткен басылып шығарылған кітаптардың саны бойынша статистика бар. Бұған сәйкес 20 жылы 13 мың кітап шыққан болса, 39 жылы кітап таралымы 8 миллионнан жетіп асқан. Кеңестік Қазақстанда соғыс жылдардан кейін кітап өндірісі жаңа қарқын алып, 66 жылы кітаптар таралымы 19,5 миллионға жеткен. Бұл әлде шарықтау шегі емес. 68 жылдан бастап кітаптар таралымын қарқынды өсіп 22 миллионнан түспей. 89 жылғы бұл көрсеткіш 34 миллион 500 мың кітапқа жеткен. Салыстырып қарайтын болсақ, дәл осы жинақта тәуелсіз Қазақстанда 15 жылы 18 миллион кітап басып шығарылған. Салыстырып көрейік. 77 жылы 29 миллион, 2007 жылы 13 миллион, 80 жылы 27 миллион, 2010 жылы 15 миллион, 84 жылы 33 миллион, 2014 жылы бар болғаны 13 миллион кітап қана. Тіпті бір қазақстандыққа бір кітаптан да жетпейді. Біз кітап таралымы азайды деп дабыл қаққан кезде ескеру керек жайт, Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін алғашқы 2 жылы кітап өндірісінің алтын кездері десе болады. Себебі 92 жылы кітап таралымы 30 миллионға жетсе, келесі жылы бұл сан 25 миллион болды. Өкінішке орай, бұдан кейінгі жылдары тираж саны тек кеми берген. Интернетте шағын әңгімелер арқылы танылған Бақытгүл Сермекова есімді жас қаламгермен байланысып, оның қазіргі кітап индустриясы туралы ойын білдік. Мемлекет жазушыларға көмектесуге міндетті ме? Өзге жазушыларға қандай көмек беріліп жатқанын білмеймін. Өз басым мемлекеттен көмек күткен емеспін. Жалпы қазіргі уақытта мемлекетке масыл болу, көмек күту стереотипінен арылуымыз керек. Жазушы өз атағы, өз беделі үшін өзі жұмыс жасайтындай болу керек. Өз имиджіне жұмыс жасау үшін тек талант аздық ететіні белгілі. Қомақты қаржы да керек. Осы жерде мемлекет тарапына жалтақтайтындар жоқ емес. Қаламгер порталының бастамасымен шыққан кейіпкер кітабым сәтті шықты. Қазір сол кітап ағылшын тіліне аударылып жатыр. Халықаралық грантқа ұсындық. Жауабы келесі жылы шығады. Егер грантқа ілінсе, ақш-тан басылып шығады деп үміттеніп отырмыз. Кітап басуға да, аудармаға да бір тиын ақша жұмсамағанымды мақтанышпен айта кетейін. Кітап аз оқылуының себебі қазір құндылықтар өзгере бастады. Кітаптың оқу рахатын 10 орап кететін қызықтар көп. Алдағы уақытта былай етсек, дамып кетер дейтіндей нақты ұсынатын нұсқаларым жоқ. Кітап өркениетті елдерде өтеді, оқылады деп ойлаймын. Бір ғана қаламгер арқылы бүкіл жазушының жай күйін жеткізу мүмкін емес әрине. Бірақ біздің мақсат негізінен ол да емес. Ендігі кезекте әлем жауһарларын қазақ тіліне бейімдеп, аударумен айналысатын Harry Potter'ды қазақша сөйлеткен Step World баспайының басшысы Раиса Қадермен сұхбаттастық. Step World баспасын 2017 жылы бастадық. Біраз себептер болды. Ол нарықта менің байқағанымша кітаптар, қазақ тілінде кітаптар жоқ болды. Әсіресе мен өз балаларыма, мен шетелден Қазақстанға келіп жүрдім, сол кезде балаларыма кітап алайын деген кезде іздеген кітаптарым жоқ болды. Үлкен дүкендерге, кітап дүкендеріне кірген кезде олардың 90-95% орыс тілде болды. Ол әрине мен үшін үлкен шок болды. Бұрын ондайды ойламаған едім. Сосын ішімде сондай бір кішкентай арман жүретін, баспа ісін бастасам деген. Балаларым осындай кітап шығарып, осындай мүмкіндік берсек деген. Сондай ой болған. Сосын сол оймен бұл баспаның ісін бастадық. Әрине сіз жаңа айтқандай, бұл стереотип бар. Баспа ісі, кітап ісі прибыль, ондай пайда келмейді деген. Ондай емес, ол пайдалы бизнес. Әрине сіз тек мысалы мемлекеттік тапсырыспен ғана жасап коммерческий емес, коммерциялық жүйеде жұмыс істемесеңіз, онда мүмкін пайда келмейтін шығар. Ал бірақ біздің ұйымымыз, осы баспа үйі таза коммерциялық осындай институт дейміз бе, неміз кішкентай компания деп айтуға болады. Сондықтан біз әрине біріншіде оқырманымыз үшін, екіншіде пайда үшін жұмыс істейміз. Адамдар көп айтады, мынандай комментарий көп келеді. Неге біздің жазушыларымызды, өзіміздің отандық жазушыларды
насихаттап солардың әңгімелерін басып шығармайсыздар, неге сол шетелдің танымал авторларын ғана шығара бересіздер деп. Өйткені ол авторлардың, ол әлемнің жауһарлары қазір мысалы заманауи әдебиеттері, классикалары қазақ тілінде жоқ. Әрине совет заманында қаншама кітаптар, өйтіп айтсақ, Абай атамыздың кезінен бастап аудармалар жасалған әлем әдебиетінен. Қазір болған кезде, мысалы, тәуелсіздікте алғаннан кейін еліміз ондай процесс кәдімгі стагнацияға келіп жүрмей қалған, ілгерілемей қалған. Аудармасы жүрмеді деп айтуға болмайды, әрине аудармасы жүрді. Әрбір баспа үйінің өздерінің жақсы жасаған аудармалары бар. Дегенмен, мысалы, біздің өзіміздің баспамыздан, мысалы, ресми түрде аударған, мысалы, Харри Поттердің хикаялары сияқты сондай кітаптарды ешкім аудармаған. Ол кітап басылып шыққанға 20 жыл болса да, бұл кітапты балалар тек орыс тілінде оқыды. Оның Харридің хикаяларымен тек орыс тілінде ғана таныс болып, солай, мысалы, Гарри Поттер деп үйреніп кетті. Біз болғанда жастарға, мысалы, сол мүмкіндікті, мысалы, сол кітапты қазақша оқу мүмкіндігін беріп отырмыз. Өйткені шынымен де орысша оқыған әрине әдемі шығар. Көп балаларға қолайлы болады, өйткені сол мектепте солай үйреніп жатыр. Ал қазақша оқу ол бір бөлек кайф. Ол кәдімгі ләззат алады. Сол үйреніп кетті ғой барлығы. Қазақстанда, мысалы, мен байқағаным ақпаратты, енді бір сол айтайыншы 90% мысалы Ресей арқылы қабылдайды да. Қазір кітап дүкендеріне кірсеңіз, бәрі көбі, 80% деп айтайыншы, 90 демек. 80% нарықта Ресейдің баспаларының кітаптары. Мысалы, сол Гарри Поттер, Гарри дегеніміз өзінің орыс тілінен, шет тілінен орыс тіліне аударған процесті өздерінің сондай ережелері бар. Мысалы, Ханс Кристиан Андерсен деген кезде Ганс Кристиан Андерсен дегенде, мысалы, Харвард дегенде Гарвард деп айтады. Харриді Гарри деп аударады, жазып қояды. Бізде болғанда өйтетін не болмады. Сол ережені қолдану керек емес деп шештік. Өйткені біздің өзіміздің төл әліппемізде сол ағылшыншаға, неміс тіліне болсын, тіпті сол француз тіліне тең барлық дыбыстар бар. Соны қолданбай, тек бір шетелдің, басқа елдің ережелеріне еріп, соны Гарри деп қолданып жүре беру теріс деп ойладық та, солай шешіп баспамыздан солай уже жүріп кеттік. Әрине ол көп резонанс шығарды жастар арасында. Өйткені көп қабылдай алмады. Олар Гарри деп үйреніп кеткен, олар үшін мындай қалайша теріс аударасыңдар дейді. Бұл теріс аударма емес, бұл транслитерация болды. Бірақ көбі соңында енді уже соны түсініп жатыр, қолдап жатыр, оған да шүкіршілік. Біздің баспамыздың, сол баспамыздан шығатын кітаптардың 70% балалар мен жасөспірімдерге арналған кітаптар. Қалған сол әртүрлі ересектерге арналған мотивация болсын, тарихи болсын, не классика жанрында болсын, сондай әңгіме кітаптар шығады. Біз үшін әрине кітапты қалай таңдаймыз деген кезде, біріншіде ол әлемге танымал болу керек. Ол өйткені біздің мынандай кітап шығарып нарыққа шығу сатылым жағынан да өте сондай жеңіл тиеді. Мысалы, қазір өзіңіз көріп отырсыз, Харри Поттерді мысалы шығарған кезде оны өте көп қатты жарнамалап, қатты былай айтып керек емес. Өйткені шынымен де жастар, оқырмандар оның бәрін біледі. Өйткені бір жағынан кітабын оқыған, келесі жағынан уже фильмін көріп бастаған. Сондай уже сондай танымал кейіпкер болып кеткен. Ал
екіншіде болғанда әрине балаларға, жастарға, оқырманға әсіресе қандай құндылық береді. Сол өте маңызды болды, өйткені сол кітапты оқығаннан кейін балалар былай ой санасына мынандай бәрін ойлап, мынандай критическое мышление дейді ғой, мына критикалық ойлау деген қабілетін жақсартады. Өйткені әртүрлі әсер алады. Мысалы, біздің кітаптарымызда, мысалы, Роалд Далдың кітаптары бар, не Анна Франк сияқты кітаптар бар, танымалы. Оларды бала кезде оқыған бір бөлек, уже ер жетіп, үлкейген кезде тағы бір бөлек мағыналы болады да. Сондықтан әсер алу, соның бәрін қорыту, я қазіргі ол енді қаншама жыл бұрынғы оқиға болса да, кітапта шығатын оқиғалар қазіргі уақытта, мысалы, кейбір конфликттер, кейбір трагедиялар, кейбір қуанышты сәттер бірдей, бірақ соның бәрін былай ойланатын мүмкіндік береді балаларға. Сол ең менің өзімнің ойлап талғанатын таңдаған кезде, қандай кітап таңдаған кезде, сол бірінші құндылықтар, одан кейін әрине балаларға критикалық жүйеде ойлайтын мүмкіндік беретін кітаптарды таңдаймыз. Бұл әрине әр стартап сияқты, әр кішкентай бизнес сияқты өзінің процесі бар. Бізде бұл тек қана алып сату бизнес емес, ол жеңілірек болады. Бізде кәдімгі мынандай өндіріс сияқты жүреді. Өйткені кітап туады ғой, жаңадан шығады, кітаптың лицензиясын аламыз, мысалы, біріншіде, сосын аудармашылар оны аударады, аударғаннан кейін редактор, корректор сияқтылар қаншама рет оны оқып әзірлейді. Мысалы, дизайнер вестайшы соны кітап болдырып уже әзірлейді индизайнға отырып компьютердің үйіне. Сосын ол типографияға кетеді. Типографияда уже басылып шығады. Ол басылу, мысалы, қағазға басылады, содан түптейді дегендей, әртүрлі өте мынандай ұзақ детальный процесстер жүреді. Содан кейін барып уже жарнама ісі жүреді, сату ісі жүреді дегендей, сондай процесстер бар. Ол толық мынандай комплексный процесстер жүргендіктен ол оңай емес. Дегенмен өзінің пайдасына әкеліп жатыр ма? Әкеліп жатыр. Пайдалы іс болғандықтан, біріншіде өзімізге пайдалы, екіншіде оқырманға пайдалы дегендей сондай процесс. Біз енді кішкентай, сосын жас баспа үйіміз, біздің байқағанымыз жастар арасында кітап оқу құлшынысы жақсы, жаман емес. Тек қазір жастар үйреніп қалды. Алғашында болғанда өте мынандай қызық болды. Қалайша мынандай әлем әдебиеті болсын, мынандай тамаша кітаптар, біз тек орыс тілінде ғана шығады деп ойлаған кітаптар, не ағылшынша басқа тілде шығатын кітаптар қалайша қазақша шықты деп, олар үшін біраз осындай бір сюрприз болды, тосын сый сияқты. Дегенмен, мысалы, көрсеңіз, үлкен дүкендерде, мысалы, Меломан сияқты жастар, балалар бәрі толып жүр, кітап оқиды. Әрине, кітаптың көбі орыс тілінде болғандықтан, олар қай тілде бар, сол тілде ең мықтысы оқи береді. Біздің қазақ жастар жалпы өте білімді, өте способный деген не дейміз. Екі тілде де, мысалы, еркін сөйлей алады, ойлалады, керек десе ағылшынша да үйреніп алады, мысалы, үшінші тілді. Сондықтан олар үшін жастарға еш алаң жоқ. Олар өте жақсы қабылдап жатыр. Сәл үлкен 30-дан жоғарғы буындар әрине өздері оқымаса да, олар өз балалары қазақша оқыса екен деген ниетпен өте қызықтап жатыр. Сол ең көп бізге айтатын проблема болған кезде, балалар кейбір кітаптарды алған кезде түсінбейміз дейді, оқып.
Сол кезде уже көре бастайсыз кітаптың сапасына қарай, аударманың сапасын көре бастайсыз. Құдайға шүкір біздің баспадан шыққан кітаптарға ондай әзірге комментарий келген жоқ. Өйткені бірінші айтатыны, сіздердің кітаптарыңызды оқыған кезде бәрін түсінеміз дегенді. Біз баспасын бастаған кезде ақы сақтап тұрған әрине. Өйткені көп баспа үйлері осындай кітаптар шығармады. Өйткені сіз айтқандай ойлады да, бұл пайдалы іс емес деп. Бірақ біз соңғы 2-3 жыл байқап отырмыз. Бұрынғы заманнан жүріп келе жатқан баспаларда өте жақсы кітаптар шығарып жатыр, аудармасының сапасы жақсарып келеді. Жаңа баспалар шықты, ашылды. Оларда тамаша кітаптар қазақ тілінде шығарып жатыр. Біз оған өте қуаныштымыз, өйткені бұл баспалар сол шығарған кітаптармен нарықты толтырып жатыр. Ол өте маңызды, өйткені конкуренция жүреді. Сол кезде кітаптың сапасы жақсарады. Біз алғашында бұл баспа үйінің негізін қалап бастаған кезде ойымызда еш уақытта мемлекетке сүйенеміз деген ой болмаған. Өзіміздің бизнес планымызды солай жасағанбыз. Бірінші әрине таргетіміз масса. Қазақ оқырмандардың арасында бұл қазақша оқу мәдениетін қалыптастырамыз деген осындай ойда болдық. Сосын қазақша кітап оқу нормальный процесс, мынандай болуға тиіс процесс дегенге келеміз деп ойладық. Соған уже жеттік. Өйткені қазір уже ешкім таңғалмайды, қазақша кітап шығып жатса, нормально шығып та алам дейді да, оқып жүре береді. Сондықтан бізге ең ауыр тигені әрине ісімізді жақсылап бастап жүргізіп жатқан кезде пандемия басталды. Пандемия басталған кезде уже барлық индустрияға өте ауыр тиді. Әсіресе кішкентай біз сияқты шағын бизнеске, осындай шағын өндірістерге өте ауыр тиді. Қазір мысалы әрине ол Қазақстанға байланысты емес, бірақ қағаздың бағасы қымбаттап кетті. Ол тікелей мысалы Қытайға, Азияға қағаз өндірушілерге байланысты қымбаттап кетті. Екінші логистика мәселелері бар, мысалы шетелден келетін заттар деген сияқты, шикізаттар сияқты, солардың бәрі қымбаттады. Сол бізге де тікелей әсер етті. Кітап шығару процесі қымбат болып кетті. Сосын әрине халықтың ахуалы деген сияқты. Қазіргі экономика әлсізірек тұрған кезде адамдардың да жағдайы өте жақсы емес. Сондықтан енді осы пандемия тезірек бітсе, жағдайымыз жақсаратын шығар деп үміттеніп отырмын. Әзірде жаман емес, бірақ пандемия шынымен де көптеген жоспарларымызды паузаға қоюға мәжбүрледі. Пандемияға байланысты сол мектептердің бәрі онлайн болғандықтан мұғалімдерде, администрациялардың да бәрі мысалы үйдерінен жұмыстады. Сол себептен енді мектептер сатып алу процесі жаңадан ғана жанданып жатыр. Бұйырса күзден бастап сол мектептермен байланыс жасап, ары қарай кітаптарымызды беретін боламыз. Тапсырыстар бар әрине. Енді осы пандемия бітсе, вакцинацияның жұмысы ілгерілеп жылдамдаса, соны балаларымыз онлайн емес офлайн сабаққа жүрсе, сол кезде жақсарады деп ойлап тұрмын. Жақында мамыр айының соңында баспа үйіміз Шымкентте болды, сосын Түркістанға бардық. Сол жақтағы Парақ Таймс деген кітап фестивалі өтті Шымкентте. Тамаша болды. Шынымен де енді осылай жиі жасалып тұрса күшті болғалы тұр. Әрине бізде байқасаңыздар, енді балаларға арналған кітапты кім алып береді? Ата-аналар алып береді балаларына, солай ма? Бізде ол мәдениеті уже мынандай жоғары деңгейге келген жоқ. Тіршілікке байланысты біріншіде тіршілікке қарайды ата-аналар.
Екіншіде басқа мысалы приоритеттер бар, той сияқты. Сондай мәселелер приоритетті жоғарыға қойған кезде кітап алу уже төменге кетеді. Сол жүйені дейміз, сол менталитетті шынымен де өзгерткіміз келеді, ол бір күнде өзгеріп кетпейді. Біз мысалға Кореяға қараймыз, Кореяда кәдімгі әр отбасы, әр ата-ана, әсіресе аналар балалар қанша көп кітап оқыды дегенмен былай соревнование болады, бір-бірін нетеді. Сол сияқты болса екен деп тілеймін де келешекте. Оған да жетерміз, өйткені біз қазақтар шынымен де ақылды халық, дана халық, былай білімге, мәдениетке негізделген сондай халық болсақ, сондай деңгейге бір күні жетерміз. Бұнда бірінші рөлді ата-ана атқарады. Әсіресе ата-анасы үйінде сол кітап оқитын мынандай мәдениетті қалыптастыру керек. Балаларына көрсету керек, үлгі болу керек. Сосын балалармен жиі мысалы осындай кітап дүкендер бола ма, кітапхана болсын, соларға сондай жерлерге бару керек. Сосын екінші әрине өте маңызды рөл атқаратын жер ол мектеп. Мұғалімдер шынымен де балалардың ой санасын ашу керек, олар айтып беру керек, осындай кітаптар бар, оқыңдар, мотивация беру керек деген сияқты. Мысалы бір кітапты алып, сол кітапты талқылау керек дегенде, мысалы бізде қазір балалар қорқыныш жайлы қорқады, мысалы жас кішкентай балалар қорқыныш деген өте отбасы мынандай үйіміздің ішінде көп болып кетті. Мысалы пандемия болсын, бәрі ой болмайды, қауіпті деген сияқты сондай процестермен жүретін баланың психологиясында уже қорқыныш өте көп пайда болып кетті. Мысалы сондай мәселелерді қалай шешеміз дегенде кітап арқылы шешеміз. Бізде мысалы алғашқы шыққан кітаптарымыздың бірі Груфало деген. Осы кітапта болғанда осындай құбыжық туралы шығады. Құбыжықты бала ойдан шығарады, тышқан ойдан шығарады да, сосын басқа жануарларды алдап жүріп кетеді. Сондай қорқынышты қалай жеңем деген арғы жағында сондай проблеманы шешетін осындай бір тамаша кітап бар. Мысалы, осы кітапты егер ұстаздар, мұғалімдер, мектептің психологтары біліп жатса, уже баланың миындағы, ішіндегі сондай бір проблемаларды жеңу, содан өту процесін өте жеңіл, әдемі өткізеді. Не болмаса сол мен өткен жаңа айтқан критическое мышление, критикалық ойлау жүйесін осылай мұғалімдер балаларға уже ой санасына былай кіргізіп береді. Бізден шыққан кітаптардан осындай екі өте маңызды кітап бар. Анна Франктың күнделігі мен ғажайып деген. Анна Франктың күнделігін оқыған кезде сіз уже түсінесіз, өткен жылдары карантин кезінде қалай қиыншылықта балалар ешқайда шықпай қамалып жатқан кезін, соны Анна Франктың кезіндегі қиыншылықтармен уже салғастыруға болады. Мына ғажайып кітапта болғанда инклюзия, стигматизация деген сияқты мәселелер талқылайды. Осындай мәселелерді мысалы мұғалімдер әсіресе балалармен өте жиі талқылауға тиісті. Осыларды біліп барып, осындай жоғары деңгейдегі менталитетке көшеміз. Ал жастардың уже потенциалы бар. Олар осындай кітаптарды оқығаннан кейін уже бөлек ойлайтын керемет. Сондай open minded дейміз ғой, мынандай бәріне ашық көзбен қарайтын сондай азаматтар болып шығады. Шығарылым басында айтқан сыйлығым туралы айта кетейін. Бұл Хал Элроттың «Таң шапағаты» кітабы. Мұны бізге сұхбат берген Раиса Қадердің баспайы Step World аударған. Сол үшін кітап аудармасының сапасына алаңдамай-ақ қойыңыз. Кітап о баста қазақша жазылған ба деп қаласың.
Автор бұл кітапта таңғы іс-әрекет пен әдеттің бүкіл күнге әсерін түсіндіреді. Ұйқыдан тұра сала күнделікті тіршілікті бастамас бұрын миды тынықтырып, күні бойы қуат пен шабыт алуды үйретеді. Әр күнді шаттықпен бастауға, денсаулықты жақсартып, өмірді реттеуге көмектеседі. Өзін-өзі дамытуға бірнеше жаттығу ұсынады. Ал енді мұны кім ұтып алады? Конкурстың шарты мынандай. Осы кітапты ұтып алғыңыз келсе, пікірлерде ең үздік өзіңіз оқыған қазақ тіліндегі кітап туралы жаза кетіңіз. Ең үздік пікірді немесе ең көп лайк жинаған пікірдің авторына осы кітаптарды береміз. Рахмет. Бүгінге осы шығарылым ұнаса лайк басып, міндетті түрде пікір қалдырып, жақындарыңызбен бөлісіңіз. Сондай-ақ біздің әлеуметтік желілердегі парақшаларымызға жазылуды ұмытпаңыз. Амандықта көріскенше сау болыңыз.